Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Ақжайық арнасының эфирінде ғибарат бағдарламасы. Бүгінгі ғибаратты сұхбатымыз жастардың діни ағымға кетудің басты себептері төңірегінде болмақ. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Адайхан Бағдат Қанатұлы, бірлік деструктивті діни ағымдардан жапа шеккендерге қолдау және көмек орталығының төрағасы. Бағдат, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін негізгі тақырыбымыз мына жастардың жалпы діни ағымға кету төңірегінде болмақ. Өзіңізге белгілі, мына үстіміздегі жыл жастар жылы деп жарияланып отыр. Облыста, мына республикадағы жалпы діни жағдайды алып қарасақ, түрлі оның үстінде өзіміздің ислам дінінде алып қарасақ, мешітке де былай жұма күндері барғанда көпшілік пайызы жастар екенін көреміз. Сонымен қатар мына әртүрлі деструктивті ағым өкілдері де негізінен жастарды құрайды. Енді осы жастардың осындай әртүрлі ағымға кетудің басты себептері неде? Енді қазіргі уақытта сөздің ішіне керек, бұл теріс діни ағым деген өте көп болып кетті. Және олар туралы әңгіме де өте көбейіп кетті. Тіпті бір діни білімі жоқ маман емес адамдар тіпті үйінде отырып та, мысалы үшін шай басында осы айтатын әңгімелердің бірі теріс діни ағымдар. Жаңа сақалдылар деп жатады, қысқа балақтылар деп жатады. Сөздің ішінде керек, қазіргі уақытта осы біздің еліміздегі осы теріс діни ағымдағы азаматтардың бір 80% дерлік 29-ға дейінгі жастар. Көбісі жастар. Неге? Себебі осындай теріс діни ағымға түсіп кетуінің себептері өте көп. Солардың бірі діни білімсіздігінде, діни білімнің жоқтығында. Келесі бір себеп бар, ол деген жаңағындай ата-анасы онdan бір уақытында туындаған бір діни сауалына жауап бере алмауында. Енді ол, мысалы үшін, ол бала өзінің діни сауалына ол жауапты алады. Мейлі ата-анасынан болсын, мейлі имамдардан болсын. Маңыздысы сол, ол өзінің жаңа діни сауалын қайдан алып жатыр оның жауабын. Келесі бір мәселелер бар. Кейбір ата-аналар, мысалы үшін, баласының кіммен сөйлесіп жүргеніне, кіммен араласып жүргеніне көп көңіл бөлмейді. Енді жаңағындай намаз оқи бастаса, бір жағынан қуанады, әйтеуір ішпейтін болды, шекпейтін болды деп. Бірақ кейбір жағдайларда 2 айдан кейін, 3 айдан кейін сол баласы сол өзінің кезінде қуанған ата-анасына қарсылық білдіре бастайды. Ең бірінші жаңағы айттық, діни білімсіздік деп. Бізде кезінде біздің осы қазақ ұлтына, қазақ жеріне ислам діні күні кеше келген жоқ. 12 ғасырдан аса уақыт өтті. Осы 12 ғасырдан аса уақыттың ішінде біздердің ата-бабамыз барлығы бірде осы ислам дінін ұстанып, жаңағындай дін маманы болып кетпесе де, барлығы бірдей әрбір мұсылман білу керек болған білімдерді әрқайсысы біліп жүрді. Біреу арнайы медресе оқыса, енді біреуі ата-анасынан бұл білімнің жаңағындай бұл білімді тәрбиесі арқылы алды. Мысалы үшін бізде қазіргі уақытта дәстүрлі ислам деген сөз бар. Осындай сөз тіркесін қолданып жүрік. Бұл дәстүрлі ислам дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, Абу Ханифа мазхабы. Енді осыны біздер қазіргі уақытта неге дәстүрлі ислам деп айтамыз? Себебі осы 12 ғасыр бұрын біздердің ата-бабамыз осы ислам дінін қабылдағанда, осы Абу Ханифа мазхабымен қабылдаған. Осы 12 ғасырдан бері ата-бабамыз осы өздерінің күнделікті тұрмыс тіршілігінде осы ислам дінін қолданып, өзінің салт жаңағындай дәстүріне айналдырып жіберген. Мысалы үшін оған дәлел біздердің қазақтың көптеген жаңағындай нелерінде, салт дәстүрінде осы ислам дінінің астар жатқан байқаймыз. Мысалы, бала дүниеге алғаш келген кезде оған азан шақырып атын қоямыз, шілдеханасын жасаймыз, сүндетке отырғызамыз, жаңа некелесуі бар. Тіпті өмірінің соңында ақ матаға орап жаназасын шығарамыз. Бұл мейлі намаз оқысын, оқымасын. Бұл біздің салт дәстүрімізге сіңіп кеткен дүние. Осы себептен де біздердің ата-бабамыз осы ислам дінінің осы дәстүріне айналдырғаны себепті бізде бұндай теріс діни ағымдар бүгінгідей кең неғылмаған, етек жаймаған. Яғни мына жаңа сіз орында айтып кеттіңіз, кезінде әр ата-бабамыз енді діни маман болмаса да өзіне тиесілі қарапайым мұсылманның білуі керек нәрселерді білген. Мысалы
40 парыз деп жатады. Соны әр ол жаңағыдай маман болмаса да, соны ата-бабамыз ұрпақтан ұрпаққа үйретіп өскен. Бірақ осы қазіргі енді ата-аналарды қазіргі мына кеңес өкіметінен кейінгі, енді ол кеңес өкіметінде бір залалы болар тигізген салқындығы. Сол енді негізгі өзінің әрбір мұсылманның білуі тиіс осы ең басты жаңа 40 парыз, тіпті о 40 парызды қойғанда сол 40 парыздың ішіндегі иманның 6 шарты, исламның 5 тірегі деген сияқты мәселелердің өзінде менің ойымша мына ата-аналардың көбісі білмейтін сияқты. Соның себебінен қазіргі жастармен көп сөйлессең, ата-анасын тіпті жақын туысқандарын басқаларын кәпірмен айыптайтын себебі де ата-анасы негізгі осы мұсылманның қарапайым білу керек нәрсені білмегендіктен және оны ұрпағына үйрете алмағандықтан бұл да бір үлкен себеп деп ойлаймын. Сондай жаңағы ол балада кез келген адамда өмірінде бір рет болса бір ойланады ғой, дін туралы бір сауалдар болады. Мейлі ол тіпті өзге дін өкілі болса да, кез келген адамның өзінің ұстанып жүрген жаңағыдай дініне байланысты бір сауалдар туындайды. Сол сауалдарды бізде қазір ата-аналар соған дұрыс жауап бере алмайды. Жауап бергеннің өзінде сол бала соған қанағаттана ма? Қанағаттанбағаннан кейін, егер ол ата-ана өзінің ұлының, қызының жаңағыдай бір сауалына жауап бере алмайтынын түсінсе, ол сол баланы жетектеп мешітке алып барса екен, имамға. Себебі қазіргі уақытта біздің имамдарымыз барлығы діни сауатты. Бізде қазір тіпті имамдарға арналған институт бар, білесіз, 2 айлық, 3 жылдық медресе бар. Тіпті Алматы қаласында Нұрбек деген кәдімгі 4 жылдық университет бар, мысалы үшін сол жердегі барлық біздің қазір Қазақстанда имамдардың барлығы бірдей сауатты. Кез келген баланың діни сауалына қанағаттандыра алады, жауап бере алады. Ал егер ол бала, мысалы үшін ата-ана қазіргі уақытта ең осы алғашқы жылдарда, мысалы үшін бала намаз оқыса қуанатын, қазір керісінше қорқатын болды, үрейленетін болды. Мешітке барам десе, жаңағыдай мешітке жібергісі келмейді. Бірақ ол бала өзінің жауабын қайдан болсын алады ғой, интернет желісінен, мысалы үшін тағы да басқа жерлерден. Осы жаңа интернет демекші, менің пікірімше жаңағыдай көптеген сол жат ағымның өкілдері, жастар әсіресе, өздерінің негізгі діни сұрақтарына қазір сол интернет беттерінен алатын секілді. Өйткені интернеттің әрине жақсы жағы да бар, жаман жағы бар. Ол енді маман болмағандықтан, ішінде оның бір белгілі дәрежеде сүзгісі болмағандықтан, жаппай содан ақпарат алады. Осы интернеттің жастарды осы радикалды әртүрлі деструктивті ағымдарға жетелеуінде қаншалықты орны бар? Бұл интернет желісінің осы жастардың теріс ағымға түсіп кетуіне үлесі өте зор негізінде. Өте үлкен. Бұл тіпті үлкен басты себептердің бірі деуге болады. Жаңа айтқанымыздай, мысалы, ата-анасы баласына жауап бере алмайды, мешіт имамына алып бармайды, ол ақпаратты үйінде отырып, өзінің бөлмесінде отырып, осы бала теріс ағымға кіріп кетеді. Мысалы үшін біздерде қазір ата-аналар ойлайды, мешітке жібермей қойсам, немесе жаңағыдай өзінің бір достарымен сөйлестірмей қойсам, бұны теріс ағымнан алдын аламын деп ойлайды. Бірақ ол негізінде керісінше ол мешітке бармағаны себепті, үйінде отырғаны себепті кейбір балдар теріс ағымға кіріп кетіп жатады. Мысалы үшін қазіргі уақытта интернетте осы теріс діни ағымдардың сайттары бар, ВКонтакте сияқты, Инстаграм сияқты әлеуметтік желілерде өзінің жаңағыдай парақшалары бар, өте көп. Оны біздің құқық қорғау органдары мысалы күнделікті жабады, ол сайттарды жаңағыдай құлттап қояды. Бірақ олар бір сайтты мемлекеттен бір сайт бұғатталса, 3 сайт керісінше орнынан ашып алады олар. Енді біздер Бағдат оны мысалы деген қазір интернетна технологияның заманында жастарға интернетке кірме деп те айта алмаймын. Оның бір балама ретінде нұсқасын нұсқай аласыз ба? Мысалы, олар интернетті қолданғанда, енді қазір оны бәрібір біз қолданба десек те, бәрібір қолданады. Негізгі ақпараттың бірі интернеттен. Осы діни кеңістікте қандай сайттар болмаса, қандай дұрыс мәліметтерді қолдану керек? Неге басты назар аудару керек осы интернетті қолданып отырғанда? Бізде қазір интернетте біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының осы неге басқармаға қарасты көптеген сайттарымыз бар.
Муфтият кезет деген сайт бар, Азан кезет, Муслим кезет деген сияқты кәдімгі біздің дәстүрлі ислам бойынша ақпарат беретін сайттар бар. Және сол сияқты қазір бізде осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мамандар бар. Теолог мамандар бар, өте білімді ұстаздарымыз бар. Жаңа ақпаратын сол сайттардан алса, егер қандай бір уағыз тыңдағысы келсе, осы біздің муфтиятқа қарасты ұстаздардан тыңдаса уағыздарын. Арман Қуанышбаев деген сияқты, Ерсін Әміре, Резабек Баттауыл деген сияқты өте көптеген білімді ұстаздарымыз бар. Осы ұстаздардан не алатын болса, білім алып, осы ұстаздардың ғана уағызын тыңдайтын болса, ол мен ойлаймын, ол теріс ағымға кіруінің бір алдын алуының бір нелері болады, бір себептері болады. Сол сияқты, мысалы, қазіргі уақытта кез келген адамның үйінде бір-екі діни әдебиет болады. Діни әдебиет болады. Міне осы әдебиеттерде, мысалы үшін, кезінде болды, 2000-ші жылдардың бастарында, мысалы, көшеде жүріп кітап тарататын елдер. Қазір, мысалы үшін, оған тыйым салынды. Қазір арнайы бір оқулықтар бар. Міне осы біздің қазіргі уақытта біздің дәстүрлі ислам бойынша ақпарат беретін арнайы кітаптар бар. Тек қана осы бағыттағы ақпараттарды беретін арнайы баспалар бар. Мысалы, Көкжиек деген баспа бар. Осы біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында қарасты осы бойынша ақпарат беретін Көкжиек деген баспа бар. Каусар деген баспалар бар. Осы баспалардан алсақ ақпараттарды, кітап оқығанда осы нәрселерге мән беру керек. Яғни негізгі интернетті қолданғанда ресми мешіттердің, ресми муфтиятының өкілдерінен ақпарат алған дұрыс деп айтасыз ғой. Мына сондықтан енді әрине бұл енді жалпы маман болмаған қарапайым халыққа, сол ата-анасы болсын, жас болсын, бұл бірден бір кепілдік, сол адасып дұрыс емес жолға түсіп кетпеуіне. Енді сонымен қатар мына бұл енді біздер діни себептерін айтып жатық. Мына сонымен қатар мына жастардың жұмыссыздық мәселесі, ең бастысы жаңа өзіңіз жақсы айтып кеттіңіз сөзіңіздің басыңызда, көп мәселе ата-анаға байланысты екен. Ата-анасы тек қана таңертең кешке шейін үйдің нәпақасын табуымен емес, сонымен қатар сол шаңырақтың, елдің болашағын, сол жастардың тәрбиесіне көңіл бөлусе, әсіресе жаңағыдай қазіргі қоғамда қозғалып жатқан өзекті мәселелердің төңірегінде егер өзі білім жетілдірмейтін болса, білім жетпейтін болса, онда мешіттерге де апарып ақпарат алып, солармен бөлісіп, алдын ала қамданған дұрыс деп ойлаймын. Егер ол бала мысалы 5-6 айдан бері теріс ағымнан ақпарат алып жүрген жағдай болса, ол кезде менің пікірімше оларды қайтадан райынан қайтару қиындап кететін жоқ. Кез келген нәрсені алдын ала қозғалса, сол нәтижелі болады деп есептеймін. Енді өзіңіз біз айтып жатық, сөзіміздің басыңызда айттық, бірлік деструктивті діни ағымдардан жапа шеккендерге қолдау көмек орталығының төрағасы. Жалпы қазіргі соңғы жылдары республикалық дәрежеде, облыстық, аудандық дәрежеде осындай әртүрлі қоғамдық бірлестіктер қызмет атқаруда, әсіресе осы дін бағытында. Сол осы қоғамдық бірлестіктердің негізгі мақсаты және өзіңіз басқарып отырған қоғамдық бірлестіктің негізгі мақсаты және жұмыстары қалай жалпы? Бізде біздің Теректі ауданында бірлік қоғамдық бірлестігі 2017 жылдан бастап жұмыс жасайды. Бұл деген қазір мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде жұмыстанамыз. Бұнда біздің мақсатымыз осы біздің аудандағы, мысалы, теріс діни ағымдағылардың бетін бері қарату. Сондай-ақ осы біздің ауданда діни тұрақтылықты сақтандыру бағытында жұмыс жасаймыз. Бізде ауданда өзі 4 мешіт бар, 3 имамымыз бар. Осы 3 имамға осы бірлік қоғамдық бірлестігі мен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ бізде қазіргі уақытта өте жаңа айтқанымыздай кітап сияқты нәрселер, жаңа баспа мәселелерін осы бірлік қоғамдық бірлестіктің атынан шығарамыз. Оған жаңа айтқандай үкімет арнайы қаражат бөледі. Осы үкіметтің бөлген қаражатын біздер осы аудандағы діни тұрақтылықты сақтандыруға жұмсаймыз. Яғни сіздер үкіметтің тапсырысын ұтып алып,
жаңағыдай әртүрлі азаматтарды, жалпы елдің халқын адасып кетпеу мақсатында әртүрлі жаңағыдай шаралар, сонымен қатар кітапшалар, тағы әртүрлі ақпараттар таратасыздар ғой халықтың артына. Сонымен қатар сіздерге мына сол ағымнан зиян шегіп, мұңын айтып, көмек сұрап келетін адамдар болады ма? Әрине, бізде ауданда жалпы осы теріс діни ағымдағы ұстанатын азаматтардың енді барлығы бірдей емес, әрине, бірақ арасында бір көмек сұрап келетіндер бар, теологиялық кеңес алғысы келетіндер бар, сондай-ақ жаңағыдай материалды көмек алғысы келетіндер де бар. Себебі біздер білеміз, қазіргі уақытта осы жаңа теріс ағымға кірудің себептерінің бірі материалды несінің төмендігі, отбасы жағдайының төмендігі. Осы теріс ағымға арбаушылар дейміз ғой, теріс ағымның өкілдері. Осы теріс ағымға өздерінің жаңағыдай жақындарын, достарын насихаттайтын кезде оған бірнеше жолмен келеді. Соның бірі осы әлеуметтік жаңағы материалдық көмек арқылы келетіндер де бар. Уақытында бір-екі рет жаңағы көмектескеннен кейін ол адам сол өзіне көмектескен адамға бір мұқтажшылық сезім қалады. Содан кейін ол бір-екі рет көмектескеннен кейін ол өзінің жаңағыдай теріс діни ағымдағы несін жаңағы пиғылын насихаттап, сол екен оны жөніне қоя береді. Ал жаңағыдай сондай өзінің бір-екі рет жаңағы теріс жағынан көрсетіп қойған адамды қазіргі уақытта жұмысқа алынуы да қиын. Сол себепті біздің қоғамдық бірлестіктің тарапынан материалдық көмек сұрап келетіндер бар. Осы мысалы халықтың арасында жиі қояды, осы теріс ағымның өкілдері ақша беріп кіргізеді екен, кірген адамға пәленше ақша береді екен. Осы қаншалықты рас ақпарат? Бұл әрине рас дүние. Себебі жаңағы айтқандай теріс діни ағымға кіргізгенде оның бірінші әлеуметтік жағдайына қарайды. Содан кейін оның ортасына қарайды. Мысалы енді кейбір адамдар бар, мысалы үшін қалталы азаматтардың өзі осы теріс ағымнан зардап шегіп жүргендер де бар. Сондай-ақ осы әлеуметтік жағдайы төмен азаматтар да көбінесе осы теріс ағымға кіріп кетеді. Оның себебі жаңа өзіңіз айтқандай ақша беріп алдайды деген сияқты. Олар ақшаны бергенден тікелей қаржы ұсына ма, жоқ әлде жаңағыдай жұмыс беру арқылы, әлем болса отбасына көмектесу арқылы, отбасына көмектесу арқылы, жолдармен тартады. Отбасына көмектесу арқылы, содан кейін жаңа тікелей ақша беру арқылы. Тікелей ақша беретіндер де кездеседі. Қарызын жауап береді деген сияқты мысалы. Енді осы мысалы деген көп тағы бір пікірдің бірі, жұмыссыз жастар деп отырық, жаңағыдай білімі төмен жастар көп болады деп. Осы бірақ менің байқағам, ол тек қана жаңағыдай білімі төмен немесе жұмыссыз емес, кейде кәдімгі жоғары оқу орында оқыған, республикалық дәрежені қойғанда шетелде оқыған азаматтар, ағылшын, басқа тілдерін жақсы білетін жас азаматтардың өзі де сол теріс ағымның жетегіне кетіп қалып жатады. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Енді бұның себебі мен ойлаймын, енді олар жаңағыдай тек қана ақшалай ғана көмектесіп қана қоймайды. Олардың жаңағы теріс ағымға азғырушы адамдардың арасында да өзі мамандары болады. Сол мамандардың бірі, мысалы, психологиялық жағынан психологтар, кәдімгі егер мысалы үшін қалталы азамат оларға керек болса, мысалы, сол адамға психологиялық жағынан жаңағыдай уағыз насихат жүргізеді. Ол кезде оның былай айтқан жаңа қалталығы да, сауаттылығы да оның теріс ағымға кіріп кетуіне себеп бола алмайды. Оның кедергі болатын бірден бір себеп оның жаңағыдай діни сауаты болса, егер діни сауаты болатын болса, оған жаңа ешқандай да теріс діни ағым өкілдері келіп өзінің жаңа несін насихаттай алмайды. Егер де ол жаңағыдай діни сауатсыз болатын болса, оның жаңағыдай басқа жағынан сауаттылығы ол аса маңызды рөл атқармайды. Яғни сол мен де білгім келген, мысалы деген ол жаңа шетелде оқығаны, басқа жерде оқығаны, ол жаңа өзіңіз айтпақшы маңызды емес. Ең бастысы оның діни сауаты болу керек. Оның егер діни сауаты болмаса, ол шетелде оқыса да, немесе жоғары қандай да бір жоғары оқу орнын бітірсе де, немесе бітірмей жай қарапайым ауылда
малшы болып жүрсе де, оның діни сауаты болмағандықтан біз оның бәрін діни сауатсыз деп айтуға болады ғой. Иә. Ал енді діни сауатты жаңағыдай негізгі сөзіміздің басында айтқандай, ата-ана жаңағыдай өзінің баласына 40 парызын немесе мешіттен барып үйренетін болса, негізгі алғашқы білім алушылар дұрыс болатын болса, оның жаңағыдай негізгі адаспауына да кепіл болады. Енді егер осындай отбасында қазір көп қой, енді туған туыс немесе өзінің отбасында да ата-аналар балдарын теріс бағытқа кетіп қалғанын байқап жатады. Соларға қандай кеңес бересіз? Олар балдарын осы түзету үшін, оңалту үшін қандай әрекет жасаған дұрыс деп есептейсіз? Иә, бізде қазақта сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ол әрине, егер мүмкіндік болса, ол нәрсенің алдын алған жөн. Себебі ол егер осы теріс ағымға бір кіріп кететін болса, оны кері шығару өте қиын болады. Ол осы теріс ағымда қаншалықты ұзақ жүрсе, соншалықты оны кері қайту қиын болады. Ең бірінші кезекте оның белгілерін анықтау керек. Мысалы үшін, қандай да бір бала егер жаңағыдай сөйлегенде діни нелерді, сөздерді не алатын болса, қолданып сөйлейтін болса, ол уже осы теріс ағымға кіруінің ең алғашқы нелері, белгілері болып табылады. Себебі бізде қазақта Алла қаласа деген сияқты сөздер бар, қазақи сөздер бар. Осы сөздерді көбінесе осы теріс ағым өкілдері арабша мағынасын қолданып жатады, арабша сөздерді қолданып жатады. Иншалла деген сияқты. Оны әрине ол сөздер өте дұрыс сөздер, бірақ осыны көп қолдануы бұл осы баланың теріс ағымға кіріп жатқанның алғашқы белгілері болып табылады. Екінші кезекте ол туған туыстарына, өзінің жақындарына діни уағыз насихатты жиі айтады, көп айтады. Қандай да бір адам, мысалы үшін, бір ашуына келіп қалып, мысалы үшін, басым қатырмашы деп айтып қалатын сияқты болатын болса, онда онымен бірден ара қатынасын үзеді, мысалы. Бірден ара қатынасын үзеді. Содан кейін ол баланың мінез құлқы өзгереді. Мінез құлқы өзгеріп бастайды. Жаңағыдай ашуланшақ, сондай сияқты болады. Ол уже егерде ол ата-анасына сен намаз оқымасаң, мен сенің қолыңнан ас ішпеймін дейтін болса, ол уже осы теріс ағымға кіріп, ол уже былай айтқанда шырқау шегіне жетті деген сөз. Яғни кез келген ата-ана өзінің баласын қадағалауда ұстаған дұрыс. Ал енді сондай белгілерді байқат, жаңағыдай сіз айтқандай, енді әрине Алла өзі ондайдан сақтасын, енді сол жақсы айтпай жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Сол мысалы сондай теріс ағымды байқат, ата-анасымен, туған туысқандармен қарым-қатынасты үзіп жүр. Соны байқаған жағдайда ары қарай оның іс-әрекеті қалай болу керек? Ары қарай қазір енді бізде жаңа айтқандай, бізде қазіргі уақытта барлық мешіт имамдары өте білімді. Мүмкіндік болса, мешіт имамдарына апарып жолықтырған жөн. Екінші кезекте қазір бізде барлық облыстарда дін істер басқармалары жұмыс жасайды. Сол дін істер басқармаларына қарасты теологтар бар соның құрамында. Және сондай-ақ бізде қазір барлық аудандарда, барлық ауылдарда ақпараттық түсіндіру топтары жұмыс жасайды. Ол сол ақпараттық түсіндіру топтарының ішінде білімді, білікті имамдар да бар, теологтар да бар, психологтар да бар. Мүмкіндік болса, осы діни білімі бар, діни сауатты теологтарға, имамдарға апарып жолықтырған жөн болады. Мейлінше жылдамырақ, уақытты көп созбай, бірден алып барып, жолықтырып, содан кейін оның жаңа әлеуметтік желіде, жаңа интернетте, телефонда кіммен сөйлесіп, қандай жаңағыдай сайттарға кіріп жүргенін өте мұқият қадағалау керек. Егер кейде жаңағыдай болады, мен осы байқаған ата-аналар сондай балдармен қасарысып, конфликтке түсіп, былай айтқанда мүлдем өздері араласпайтындай жағдайға келіп қалып жатады. Менің ойымша, ондай жағдайда ата-ана ол енді баланың дұрыс түсінбей тұрған, былай айтқанда енді ауырып тұрған, жаңағыдай рухани ауырып тұрған ескеріп, баласына барынша түсіністікпен қарап, жаңа өзіңіз айтқандай, сол мамандарға, жаңағыдай имамдарға, болмаса жаңа өзіңіздің орталықтарда
теолог мамандарға жолықтаса, ол жаңа сөзіміздің басында айтқандай алғашқы қадам жасаса, бұл нәтижелі болады деп есептеймін. Жалпы осы ізденіп жүрген жастарға оқуда болсын, жұмыста болсын, осы дін адасып кетпеу үшін қандай кеңес насихаттар беретін едіңіз? Енді өзім сияқты жастарға, білім жолында жүрген жастарға, әсіресе және одан бөлекте мысалы кез келген бір діни ақпарат алам деп жүрген жастарға ең бірінші кезекте бұл ақпаратты кәдімгі арнайы мамандарын алуға кеңес беремін. Имамдардан, жаңа айтқанымыздай, теологтардан ең бірінші кезекте осы кәдімгі арнайы діни мамандарын алуға кеңес беремін. Екінші кезекте егер жұмыс бабымен немесе тағы да басқа да бір себептермен имамдармен жолығуға мүмкіндік болмайтын болса, оның қолында тек қана ұялы телефоны ғана болатын болса, онда сайттарға кіргенде өте абай болуға кеңес беремін. Сондай-ақ қазір біздің жаңа Муфтият Кезет деген сияқты арнайы кәдімгі дұрыс ақпарат беретін сайттардан ғана ақпарат алуға кеңес беремін. Сондай-ақ біздің қазір осы барлық бірдей теріс діни ағымдардың ортақ белгілері бар ғой. Ол сол қай ұлтқа барса, сол ұлттың салт дәстүріне қарсы шығады, бірден бір қарсы шығатын дүние. Міне сол себепте өзіміздің осы ата-бабамыздан бері қалыптасып келген әрбір салт дәстүрдің, әдет ғұрыптың негізіне көңіл бөлсе, астарына көңіл бөлсе, ол шығу тарихына мысалы, ол бізге қазақ ұлтына мысалы үшін неге насихаттап тұр деген сияқты дүниелерге баса назар аударуына кеңес береді. Ал енді осы жаңа интернет желісін айтып кеттік. Осы мына ең алғаш намаз үйрену басқа мына әртүрлі жүктеп алатын приложение деп айтамыз ғой, сол ғана. Сонда да неге маңыз бөлген дұрыс? Ол мысалы деген жарайды муфтият сайттарды. Бізде мысалы Ханафи мазхабы бар деп айттық ата-бабамыз. Сол ана жүктеп алғанда намаз үйрететін әртүрлі кітапшалардың несі бар, электрондық варианттары, нұсқалар. Сондай жүктеп алғанда қандай кітаптарды, жаңа нені насихат етесіз, қандай басты нәрселерге көңіл бөлу керек? Ондай кезде бізде қазір мысалы осы ең көп таралған нелердің бірі, программаның бірі Сәжде Кезет деген. Сәжде Кезет деген бағдарлама мысалы үшін намаз уақыттарын көрсетеді деген сияқты. Ол қазіргі уақытта кез келген намазханның телефонында бар бағдарлама. Соның ішінде Құран оқу туралы ақпараттар бар. Құранның қазақша мағынасы бар, қазақша, орысша мағыналары бар. Сондай кезде мысалы мен өзім бір аңғарғаным, осы бағдарламаның ішінде осы біздің салт дәстүрімізге сай келмейтін, осы біздің ұстанатын ислам дініне сай келмейтін қазақша мағынасы бар Құранның. Сол үшін де ең бірінші осындай бағдарламаларды жүктейтін кезде, және бұдан да бөлек мысалы жаңағындай намаз оқып үйренейік деген сияқты бағдарламалар бар. Осының біздің дәстүрлі ислам бойынша үйрететіні бар, және осы теріс діни ағымдағылардың жолын үйрететінде бағдарламалар бар. Олардың былай айтқанда сол бағдарламалардың атаулары бірдей болып келеді. Сол себептен де осындай бағдарламаны не алмас бұрын, жүктемес бұрын, жаңа айтқанымдай арнайы мамандармен ақылдасқан жөн. Құрмет көрермен, енді әрине тақырып өте ауқымды. Енді бұл тақырыпты біздер алдағы уақытта да қозғай жатармыз. Енді көрермендер өздеріне тиімді, жақсы кеңес алды деген ойдамыз. Шынайы өмірде ғибратты істеріміз көп болсын.